Дәріге артық ақша төлемеу үшін ең бірінші сатып алудан алдын ол дәрінің эффективтілігін тексеріп алыңыз. Оны қалай тексереміз? Мысалы, қазір ОРВИ кезінде ең көп тағайындалатын дәрі бұл гроприносин. Бағасын тексереміз. 14.900, 5.600, 6.500, 4.900 деп жазылып тұр. Енді бұл дәріні тексереміз. Интернетке mediclub.com деп жазамыз. Және дәрілерді іздеу деген жерге дәрінің атауын енгіземіз. Қызылмен белгіленіп тұр, яғни бұл дәрінің эффективтілігі дәлелденбеген, яғни клиникалық зерттеу кезінде бұл дәрі өзінің эффективтілігін дәлелдей алмаған және клиникалық зерттеуден өте алмай қалған дәрі. Яғни бұл дәріні ішкен кезде ешқандай пайдасы жоқ. Ең астында не үшін эффекті жоқ екені туралы толық ақпарат бар. Осыған ұқсаған пайдалы ақпараттар алу үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.